Қайырлы күн балалар. Бүгін қазақ тілі пәнінен 3-ші сыныптың 3-ші сабағын бастаймыз. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, достарымызға жібереміз. Бүгінгі біздің тақырып мәтін, яғни жанды табиғат туралы не білетінімізді еске түсіреміз және мәтін жайлы толық білетін боламыз. Ең бірінші балалар, мәтінге тән белгілерді есімізге түсірейік. Яғни бірінші, мәтіндегі сөйлемдер мағыналық жағынан өзара байланысты болады. Мәтінде белгілі бір ой болады. Мәтінге ат қоюға болады. 11-ші тапсырма. Гүл көшелерін мәтіннің бұдан да басқа белгілерімен толықтыр. Яғни бізде күлтелер берілген. Бұл жерде мәтінге сай барлық сипаттамалар жазылған. Енді біз қосымша тағы сипаттамасын өзіміз табамыз. Мәтінде негізгі ой болады, тақырып, тірек сөздер, азат жол, негізгі бөлім және қорытынды бөлім болады, түйін және мәтін түсінікті сөйлемдерден жазамыз. Бос күлтешелерге қорытынды бөлім, түйін, сөйлемдер деп қойсақ болады. 12-ші тапсырма. Мәтінді тыңда. Глобус. 3-ші А сыныбында бір глобус жылап тұр екен. Сұмдық-ай, деді мұғалім шошып. Кім сені осыншама жәбірлеген? Шаншаров, деді глобус. Қыстыға жылап жіберді. Ол кеше сабақтың соңында бокс көрсетем деп мақтанып, мені басымнан төмпештеді. Әй, Шаншаров-ай, деді кейіді мұғалім. Глобуста нең бар еді? Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқан білмейсің бе? Орнынан сүретіле түрегелген Шаншарып ұялғаннан қып-қызыл болып төмен қарады. Мұғалімнің нені меңзегенін түсінді. Сұрақ: мәтін кейіпкерлерін сипаттап жаз, мәтіннен тірек сөздерді тап, қарамен жазылған сөйлем туралы өз пікіріңді айт. Осы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма бізде кейіпкерлерді сипаттау. Мұғалім мейірімді, әділ, ақылды. Шаншаров бұзық, глобус сезімтал. Екінші тапсырма тірек сөздер. Глобус, мұғалім, Шаншаров, жер ана, бейбітшілік. Келесі тапсырма қарамен берілген сөйлемнің мағынасын түсіндір дейді. Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқан білмегенің бе деген сөйлемнің мағынасын ашамыз. Бұл сөйлемнің түпкі мағынасы жер ананы қорғау. Бүгінгі таңда табиғаттың ластануы, су көздерінің тартылуы, түрлі табиғат және жасанды апаттардың кесірінен жерімізге қауіп төніп тұр. Бір ғана күнде шығаратын қоқыстың зияны өте көп. Ол ауаны ластайды, қалдықтары ауаға тарайды, суға түседі, су тіршілік иелеріне қауіп туғызады. Сондықтан жер ананы қорғауды әр адам өзінен бастауы керек. Шығармашылық үзіліс. 13-ші тапсырма. Мәтінді оқып, бөліктерді дұрыс қалыпқа келтір. Яғни мәтін бөліктері бізде араласып берілген. Сол бөліктердің қайсысы бірінші, қайсысы екінші тұратын біз анықтау керекпіз. Жақсылап тыңдаймыз. Зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды. Тіпті түтіннен аумайды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіндірерін білмей ойланып тұр. Айым аспанға қарады. Аспанда шарлы бұлт көшіп барады. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой ол, түтін емес. Жоқ, түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Енді орындарына қойып шығайық. Айым аспанға қарады. Аспанда шарлы бұлт көшіп барады. Ол бізде бірінші сөйлем. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой ол, түтін емес. Жоқ, түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Бұл екінші бөлігі. Зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды. Тіпті түтіннен аумайды. Әже немересінен бұлт дегенді қалай түсіндірерін білмей ойланып тұр. Бұл бізде соңғы сөйлем. Келесі тапсырма. Зеңгір
шарбы бұлт, түтін сөздерінің мағынасын төмендегі қай дереккөздерден табуға болатынын анықтайық. Бұл сөздерді біз кітапханадан, үлкендерден сұрау арқылы және түсіндірме сөздік пен ғаламтордың көмегі арқылы бұл сөздердің мағынасын түсіне алады екенбіз. Келесі тапсырма 13-ші жаттығу мәтініндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жазыңыз. Диалогты өздерің ауызша жалғастырыңдар дейді. Яғни диалог дегеніміз екі адамның бір-бірімен кезектесе сөйлесуі, иә? Ендеше диалогты әрі қарай өзіміз жалғастырамыз. Әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой, ол түтін емес. Жоқ түтін, өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Балам, күн ысығанда су буға айналып, аспанға барып жиналғанда бұлт пайда болады. Ұсақ тамшылар жиналып, ауырлаған кезде жаңбыр болып жауады. Мінекей, осылай айналып отырады. Бұл әжесінің сөзі. Енді керемет екен, енді білетін боламын. Рахмет, әже, деді айым. Балалар, сабақ ұнаса каналға тіркелуді ұмытпаймыз.